Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге шабдалыдан жасалынатын өте оңай пирогтың рецептісін ұсынамын. Ең алдымен ерітілген майға қант, жұмыртқа, қаймақ қосып жақсылап араластырып аламыз. Оның үстінен шым тұз, разрыхитель, ванилин қосамыз. Үстінен илектен өткізілген ұнды қосып жақсылап араластырамыз. Формамызды майлап, ішіне салмасын құйып, шабдалыны екіге бөліп, осылайша екі шетінен қойып шықтым. Тәттілік үшін шабдалының үстіне кішкене қант сеуіп шықтым. Қызып тұрған пеште 180 градуста 40 минут шамасында пісіріп аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетулеріңізді сұраймын.